24.07.25 жыл сағат 8 шамасында бізге Медеу ауданында микрорайон думанында өрт жағдайы болды. Сол жаққа жедел түрде бара жатқан кезде осы жерде 4-5 адам қол көтеріп айғалап бізді шақыртып алды. Әйел кісі жатқан екен. Соның машинаға бортқа отырғызып, енді жүрген едік, тоқтаңыздар, су ағып жатыр деді. Ауруханаға жөнелейін деп баратқан кезде ол кісіні толғағы ұстап, машинаның ішінде босанды. Сол кісіге толықтай көмек көрсетіп, бала аман есен дүниеге келді. Жолда милиция мырзалар кетіп баратыр екен. 205 бортқа ұстаған еттері. Соларға қол бұлғап едім, келіп сразу көмектесіп, ештеңкеге қарамастан баланы дүниеге сол кісілердің арқасында кетті деп айта аламын. Бүгін ұлы күн болды деп айтуға болады. Біздің милиция қызметкерлері бір адамды дүниеге келуіне көмектесті деп айта аламын. Сол кісілерге көп рахмет. Кетпейміз.